Қайырлы күн достар, біз бүгін өте дәмді, өте жұмсақ осындай пончиктер дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, осы рецептпен пончик жасап көріңіздер. Видео ұнап жатса, YouTube каналыма, Instagram каналыма тіркеліп кетіңіздер. Пончик жасау үшін ең алдымен бізге ұн, сүт, ерітілген сары май, қант, дрожж, тұз керек. Тұз және жұмыртқа керек болады. Жылытылған сүтіміздің үстіне барлық керек ингредиенттерімізді қосып, жақсылап венчикпен араластырып, електен өткізілген ұнымызды екіге бөліп қосып, венчикпен араластырып, екінші бөлігінде қолмен жақсылап июін қандырып, жұмсақ қамыр илеп, 1,5 сағатқа ашытып қоямыз. 1,5 сағаттан кейін қамырымыз әдемі болып ашиды. Ашыған қамырымызды 5 мм қалыңдықта әдемі етіп жайып аламыз. Жайып болғаннан кейін осылай дөңгелек пішіндерге бөліп, жарты сағатқа қалдырып, бетін жауып қалдырамыз. Әдемі болып көтерілген пончиктеріміздің ортасын тесіп, қызып тұрған майымызға салып, жақсылап әдемілеп, екі бетін аударып, осылай барлығын осылай пісіріп аламыз. Енді бетіндегі глазурын дайындайтын боламыз. Ол үшін ерітілген сары майдың үстіне шоколадымызды құйып, үздіксіз жай отты араластыра отырып, осындай шоколад дайындап аламыз. Дайын болған шоколадтарымыздың үстіне піскен пончиктарымызды әдемілеп батырып, осылай оформление жасайтын боламыз. Мына сгущенкамен және түрлі түсті конфеттермен жасалған оформление өте дәмді болып шықты. Осылай жасап көріңіздер. Әркім өз қалауынша оформлениені жасаса болады. Үстіне орех сепсеңіздер де болады. Арасы осылай әдемі болып пісіп, өте дәмді пончик болып шықты. Қанша зат керектігін описаниеге жазып қалдырам. Барлық заттар қанша граммнан керек екенін описаниеден оқып, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.